Сәлем, мен Амина. Мен мектепке бара жатқанда үйдегілер маған ақша беретін. Мен оның барлығын құртпай, жартысын жинайтынмын. Мен ақша жинағанды жақсы көретінмін. Мен не үшін жинап жатқанымды білмейтінмін, мақсатым жоқ болатын. Бірақ сонда да ақша жинаған ұнайтын. Көктемде әкем маған «Пес по имени Мани» деген кітапты сыйға берді. Мен осы кітапты оқып біткен соң, не үшін жинап жатқанымды және менің мақсатым пайда болды. Осы кітап маған ақша жинауды, оны қалай үнемдеуді және оны қалай табуды үйретті. Осы кітапты оқып болған соң, менде анық мақсат пайда болды. Алла қаласа, өмір жасыма дейін 1 миллион теңге тапқым келеді. Мен өскенде программист болғым келеді. Мен жинаған 1 миллион теңгеге ноутбук пен программист курсын алғым келеді. Осы мамандық маған керек пе, керек емес пе екенін мен оқып біліп алғым келеді. Бұл кітап маған өте қатты ұнады. Бұл кітап маған көп нәрсені үйретті. Сіздерге қызық болатын болса, осы видеомның екінші бөлімін шығаратын боламын. Екінші бөлімінде осы кітаптың қысқаша мазмұнын сіздерге айтып беретін боламын. Бізбен бірге болыңыздар.